Бүгін біз жүгері печеньесін дайындаймыз. Ол үшін бізге жүгері ұны 200 грамм, жұмыртқа 200 грамм және сироп топинамбур 40 грамм қажет. Оны қоспасаңыз да болады. Жұмыртқаның ағын миксерге салып, аппақ болғанша араластырамыз. Жұмыртқамыз ағарып бастаған кезде сироп топинамбурды 2-3-ке бөліп салып жібереміз. Міне біздің жұмыртқаның ағы дайын. Үстіне жүгерінің ұнын 2 немесе 3-ке бөліп жаймен араластырамыз. Ешқандай сода, разрыхлительдің қосудың қажеті жоқ. Мен кондитерский қапшыққа печеньені салып, дөңгелек формада пісірдім. Ал егер сіздер қолмен, қасықпен салып, дөңгелек формада пісірсеңіздер болады. Қызып тұрған духовкада 180-200 градус 20 минут пісіріп аламыз. Сіздермен болған Рахат Усенова. Мен парақшама тіркеліп, лайк басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.